Хабарымызды Ақжолтай жаңалықпен жалғастырамыз. Сырдың талантты ақыны Ақжол Түменбай Шымкент қаласында өткен дәстүрлі күміс қалам республикалық жазба ақындар дуэлінде бас жүлдені жеңіп алды. Бәрекелді. Гүлфайрус жерлесіміз расымен де жарады, себебі Ақжол Түменбай күміс қаламды сыр өңіріне әкелген алғашқы ақын. Дәстүрлі күміс қалам сайысы осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылды. Биылғы байқау балалар әдебиетінің классик ақыны Өтебай Тұрманжанұлының 120 жылдығына арналды. Күміс қалам иегері ақын Ақжол Түменбай бүгін студия төрінде қонақта. Құрметті көрермен, студия мейманына айтар лебіздеріңіз болса мархабат. Тікелей эфир нөмірі экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Студия төріне қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Тағы да жүлдеңіз, жеңісіңіз құтты болсын. Рахмет. Поэзия дуэлінде 12 ақын бақ сынады, жалпы енді осы шығармашылық 16 ақын. 16 ақын. Кешіңіз, 16 ақын. Шығармашылық енді бәйге қалай болды, әсеріңізбен бөліссеңіз? Қалай болғанда енді ол сәтте көп нәрсені ұмыттық. Тек қана сахнада өлең оқу, парасатты поэзияның құдіретін сезіндіру. Мен бұл дуэльге бұл 4-ші мәрте ұйымдастырылып жатқан күміс қаламның 4-ші мәрте ұйымдастырылып жатқан биыл 2025. Бұл мен 2022 жылы бір рет қатысқам. 21 жылы шақырту алдым, оған бара алмадым. 22 жылы шақырту алдым, оған қатыстым, бірақ ол жолы 3-ші орын алғам. Ол жолы күміс қаламды елге әкеле алмағанбыз. Содан араға 2 жылға жуық уақыт өтті. 3 жылға жуық уақыт өтті. Сонымен жылдың басында хабар алдық, содан дайындық басталды. Бұл жерде ол жүлдеден бөлек менде мынандай бір ойым болды. Оның несін жасырайын енді. Жыл басынан бері елімізде алтын домбыра келді біздің аймаққа. Күміс домбыра келді. Ендігі кезек менде екенін мен өзім сезініп, ешкім маған оны жүктеген жоқ. Қалай болды асада алып кел деген жоқ, бірақ өзім соны бір сезіндім. Содан дайындыққа кірісіп, Құдай несібемізді арттырып, сол дуэльдің финалына шығып, соның бас жүлдесін күміс қаламды кеше елге алып келдік. Басты ниет, Айтып отырсыз ғой, 16 ақын қатысты. Жалпы дайындық барысы, жалпы сол шара қалай жүзеге асты, қалай өткізілді? Ақындарға алдын ала тақырып берілді ма, болмаса? Жеребе тартылды ма? Сол мезетте айтыспен бір ұқсастықтар бар сияқты? Ұқсастық бар, әрине ұқсастық бар. Бұл тақырып жаңа сіздер айтып өткендей, Өтебай балалар ақыны классик негізін қалаушы. Маңғиық мін шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар деп біз бала кезден жаттап оқыған осы балалар өлеңінің авторы осы Өтебай Тұрманжанұлы. Осы классиктің мерейтойына арналғасын бірінші кезең бойынша барлық қатысушы бірінші кезеңде оңтүстік өңіріне арналған, немесе Өтебай Тұрманжанұлына арналған өлең оқиды бірінші кезеңде. Сол бірінші кезеңнен 4 ақын ұшады. 12 ақын қалады, сосын 6 жұп. Келесі кезең жұптасады ақындар. Оны қазылар алқасы жұптайды. Кешегі күнге дейін жеребе арқылы қоржыннан барып алып, әркім өзінің жұбын таңдайтын. Бұл жолы қазылар өздері жұптады. Ұлдардың да қыздардың да саны бірдей болды келесі кезең өткен. Сонымен барлығын бірге жұптап, бұл жерде дуэль деген, бұл енді біздің қазаққа таңсық дүние. Бізде енді барлығы айтыс қой енді. Дуэль деген ақынның сол күнге дейінгі жазған өлеңдерін ол сол сахнада оқиды. Бірақ қалай оқиды? Мәселен, 2 ақын жұпталады. 2 ақын жұпталады да, бірінші бастаған ақын бір өлеңді оқиды. Екінші қайыра оқитын ақынның өлеңі соған жауап секілді, немесе мағыналас, байланысып тұру керек, міндетті түрде. Ол болмаса, екеуі екі жаққа, біреу айға, біреу күнге қарап тұрса, далаға қарап тұрса, онда ол жерде дуэль жоқ. Демек, ол екінші ақын дуэль жасай алмағандықтан кезеңнен өтпейді. Бұл шайқас сондай шайқас. Бұл сенің осы күнге дейін жазған өлеңдеріңнің багаж дейді ғой, сол багажыңның барлығын сол жерде саласың. Соған
жауап ретінде болу керек ойлаймын. Енді осы орайда менде сұрақ туындап отыр. Ақтықсың да, Түркістан облысының ақынымен сынға түстіңіз, иә? Мұқағали Кенжетайұлымен. Екеуіңіз дуэль жасадыңыздар ғой енді. Жалпы қалай болды? Бұл ақынның аяқ алысы қалай болды? Жалпы қандай тақырыптар үйлесті бір-бірімен дегендей? Жоқ, енді бұл жерде келген 16 ақында бір-бір облыстың үкілеп жіберіп отырған үміті. Барлығы бір-бір облыстың маңдай алды ақын десек. Жас ақындардың ішінде бұл енді 35-ке дейінгі жастар қатысатын дуэль. Финал мейлінше бізге енді қызбен шыққан оңайырақ. Себебі бір-бірімізге деген махаббат жайлы тақырыбындағы өлеңдеріміз бір-бірімізге жауап сияқты өзімен-өзі үйлесіп кете береді. Енді Мұқағалиға дейін Бауыржан Шермедин деген Оралдың ақынымен жартылай финалда шықтым. Финалда Мұқағалиға шықтым. Енді финалға келгенде сенің біраз багажың таусылады. Негізі. Ол енді өзіңнің қорыңа байланысты, бірақ біз енді финалда ауыл, тағы қандай, мен өзімнің қызыма, тұңғышыма арнаған өлеңдермен, оны да солай сөйтіп ол жерде дуэльді түсінген адамға ол жерде барлығы бір-бірімен бүйтіп қабаттасып жатады. Егер оған жауап ретінде айтылатын, оқылатын өлең болмаса, демек ол жерде дуэль тоқтайды. Сондықтан бұл жерде біз жақсы дуэль жасадық деп ойлаймын, тартысты болды деп ойлаймын. Ол сәтте ештеңені ойлап үлгермедім. Мен жай сол сахнада тұрғанда өлең оқып ләззат алдым. Іштей уайым болды, мен жүлде ала алмаймын ба деген, оның несін жасырайын. Пендешілік шығар мүмкін. Бірақ енді мен сыйлық қуып, жүлде қуып өлең жазбаймын ешқашан. Сізде жаңағы ой тұрды ғой, сол межеге жету керек болды ғой. Мен осы елге сол күміс қаламды әкелгім келді. Бар іштегі көп уайымды сол алып қойды. Былайынша сахнада өлең оқып, көрерменнің, оқырманның алдында өлең оқып ләззат алдым. Енді бұл мен ойлаймын, мынау сыр елінің үмітін ақтап, қайтсем де осы сыр еліне апарам деген бір ой шығар бұл жерде. Мәселен, тек қана мынау күміс жүлдені алуым керек болды емес, бір қанша халықтың осы сыр елінің қанша артқан үміті тұр сізде, соны ақтап сыр еліне әкелу күміс қаламды. Қосымша жеңуге деген стимул болған шығар. Мотивация. Себебі біздің жалпы өңірде қазір жазба ақындардың саны сиреп кетті. Оның есесіне бізде айтыс бағыты өте қатты қарқын дамымалы. Бізде поэзия бар, Құдайға шүкір, жоқ емес. Ал проза мүлде жоқтың қасы деуге болады. Драматургия мүлде жоқ деуге болады бізде. Бірен саран ғана осы өңірдің жігіттері ғана жазып жүрген. Сол осы елден ақын бар екенін, біздің елде сырға келіп жыршымын деме дей ма, біздің жыраулардың елі ма, демек біздің елде мынандай сөз бар: ақын жыраудың баласы дейді. Енді ол жыраулардың елінен шығып ақын болмауға ешкімнің ақын жоқ деген атқа қалмау керек шығар деп ойладым сыр елі. Сол үшін белді бекем болып аттанып кеткен жайымыз бар. Бәрекелді. Енді Бәсібек бәйгеде оқыған бір жыршымағыңыздан бізде естігіміз келіп отыр. Есіңізде болса оқып берсеңіз. Енді бір мысалы, қарсыласыңыз қандай тақырыпта не алды, сіз қалай іліп алып кеттіңіз, және сол оқыған өлеңіңіздің бір шумағын оқып берсеңіз. Мәссаған. Мен енді біразын жатқа білетінем. Мен жалпы жатқа білем өлеңдерімді. Біразын. Дәл қазір есіме, мен Жұлдыз Молдағали деген ақынның дуэльге шықтым, алматылық ақынмен. Сосын оған мен Ләйла деп ат қойдым. Сен мен үшін Ләйласың дедім, сол Ләйла деген өлеңім бар, соны оқып берейін. Ләйлам менің, ажарың аспандағы айдан керім, махаббат ғашықтарға майдан болса, мен сенің жүрек жұтқан майдан керің. Жеңілді мұң, жаныңда жаным тыныш сенің гүлім. Мен әулие демейді ешкім, бірақ сені сүйетініме сенімдімін. Жаным құмар, махаббатқа жүрегім табындырар. Сүйгеніңді сүймесең түптің түбі, жалғыздығы адамды жаңылдырар. Жат елеске өміріңді тапсыру қат емес пе? Жүрегіңді тыңдауға жүрексің бе? Тағдырыңды таңдауда қателес пе? Тыңда мені, ғашықтардың ғазауат мұң дәлемі, өз қолымен жасаған өкініштің кездеседі өмірде мың дәлелі. Жылатады, жылап тұрып кешірім сұратады. Адам бір рет сүйеді, содан кейін соған ұқсас адамды ұнатады. Айдан керім,
атыңнан айналайын Ләйлә менің, махаббат майданында шейіт болсам, Ләйлә деп бітсе ғой, қайран демім Ләйлә менің. Керемет. Ол бір алғашқы махаббатқа деген өлең жыр шумақтары секілді. Кейінгі. Мағынасына үңілсек. Енді жалпы Ақжол ақынның сөзіне жазылған өлеңдерді мынау эстраданың танымал әншілер орындап жүр. Халықтың да, көпшіліктің де оң бағасын алып жүр. Жалпы шығармашылығыңызда не жаңалық қазіргі таңда? Енді мен бір жылдай болды, сәл шығармашылық аялдап қалды. Оны өзім сезіп жүрмін. Мен осы кешегі күнге дейін бір басымдықты ән мәтіндеріне бергенімді өзім сезем. Ол мен жейді адамды, шығармашылық адамын ол жейді. Ол әнге мәтін жазу негізі ең қиын дүние. Үлкен ойларды әнге сыйдыруға тырысу деген сияқты бір нелер болып кетеді. Бірақ менің бағытым енді поэзия. Сондықтан биылғы жылды жақсы бастап жатырмыз. Ол да бір шығармашылық шабыт береді деп ойлаймын. Мұқағали айтады, поэзия махаббатпен басталып, парасатпен аяқталуы тиіс дейді. Мүмкін біз бір жайлап парасаттық деңгейге қарай өтіп бара жатқан шығармыз. Сол деңгейге қарай қадам басып бара жатқан шығармыз. Мүмкін табалдырығында тұрған шығармыз, бірақ осы бір арада тоқырау болады, шығармашылық тоқырау деген адам. Шығармашылық адамдар кейде жылдап жазбай кетеді. Сол биылдан бастап, білмеймін, бір ерекше шабыттанып жүрміз. Алдағы жоспарда менің әлі кітабым шықпаған, сол кітабымды шығарсам деген бір жоспарым бар. Одан бөлек біздің министрліктің қолдауымен, мәдениет министрлігінің қолдауымен қазір әдеби панорама деген жоба жүзеге асып жатыр. Әр өңірге, мысалға мен қызылордалық болсам, мен Маңғыстаудың жерін барып зерттеп, сол жердегі киелі жерлер, елдің ішіндегі тыныс-тіршілікпен танысып, сол туралы 120 баспа табақ па, 120 баспа табақ шығар, бір 200 беттей бір кітаптың шығармасын жазу. Әдеби панорама деген жоба. Биыл бұл жобаға біздің өңірден ешкім қатысқан жоқ, басқа өңірлер қатысты. Сол алдағы, егер бұйырып жатса, сол әдеби панорамаға қатысып, еліміздің бір өңіріне барып шығармашылықпен айналысу деген сияқты ойлар бар. Жаңа өз сөзіңіз айтып қалдыңыз, жалпы әнге сөз жазу өте қиын еді. Жалпы сіз көбіне қалай өлеңді жазасыз? Жалпы мысалы сізге сазгер хабарласып, осындай әнім бар еді деген сияқты, мысалы әнін тыңдап отырған кезде сөз шыққаны сізге жүрегіңізге жақын келе ме, әлде сіздің сөзіңізге сазгерлер ыңғайлап музыкасын шығара ма? Бұлай, бұл жерде аксиома жоқ. Маған әнге жазған оңай, немесе сөзге жазған оңай деген аксиома мүлде жоқ. Бұл жерде бір ғана нәрсе бар, бір ән болады. Ол әнді тыңдаған кезде сен ол әннің ырғағындағы сөзді табасың. Ол сол сөзді сұрап тұрады. Соны таба алсаң жақсы, таба алмасаң өкінішке орай деген сияқты. Ал кейбір өлеңдер болады, ән сұрап тұрады. Күтай ағаммен көп жұмыс жасаймын, Күтай Ерниязов. Өлең көрсе ән жаза бермейді, бірақ бір өлеңдерді көріп қалады да, мынау ән сұрап тұрған өлең екен деп соған отырады. Сол сияқты мен де әндерді тыңдаймын. Менің басым жазатын, мен лирикалық тақырыпта жазатын адам. Мен көңілді, тойский вариант болсын, ондай тақырыптарды жаза алмаймын. Мен лирикалық бағытта ғана. Менің ішкі жай күйім, менің жан дүниемдегі сезім толқыны, ол сол лирикалық көңіл-күй ғана. Яғни сіздің өмірдегі келбетіңізбен мына өлеңдегі келбетіңіз ұқсас деп айтуға болады, иә? Білмеймін. Бәріміздің мысалға мен сыртқы факторлар үшін мен басқа ақжолмын. Мысалға мен сіздермен араласу үшін, басқа достармен араласу үшін мен басқа ақжол жасаймын. Өлеңмен қалғанда басқа? Басқа ақжол жасаймын. Жоқ. Мысалға мен ішімде ақжол бар. Мысалға сіздің ішіңізде Гүлфайрус бар. Ол өте шынайы, ол таза, ол сол қалпында, сәби қалпындағы ішіңізде Гүлфайрус бар. Ал сіз мен танып отқан, сізді танитын Гүлфайрус, құрбыларыңыз танитын Гүлфайрус, ол сыртқы фактор үшін жасалған Гүлфайрус. Ол оны өзіңіз жасайсыз. Әртүрлі қателіктерден, әртүрлі соққылардан, қиянаттардан адам өзіне қорғаныш ретінде басқа адам жасайды сыртта. Ал ішімізде басқа адам өмір сүреді.
мүмкін Дұрыс менің айтасыз. лирикалық көңіл күйлерім менің ішімдегі ақжол шығар. Ал мен сыртта мүлде басқа ақжол. Себебі мен соған бейімделдім. Мерзімді басылымдарға берген бір сұхбатыңызда әр ақынның өлеңге келгенде өз шындығы бар деген екенсіз. Жалпы сіздің ақиқатыңыз қандай өлең туралы? Анықтамасы жоқ. Мен осы енді қазір осы күнге дейін өлеңді оқып та келе жатырмыз, өлең туралы түсінуге тырысып та келе жатырмыз, өлең жазып та келе жатқан шығармыз, бірақ оның анықтамасы жоқ. Оны мен анықтама бере алмаймын. Өлең деген осындай дүние деген анықтама бере Тек оны алмаймын. өзім білемін дейсіз ғой, ол шындықты. Мен сезем, білмеймін. Адамның көбіне білгенінен сезгені ақиқат. Адамның сезіп қойғаны ақиқат, білгенінен гөрі. Адам білгенінен жаңылады, бірақ сезгені ешқашан жаңылмауы мүмкін. Сондықтан мен жай сезінем оны, болды. Маған сол жеткілікті. Және оны біреулерге дәлелдеуге тырыспаймын. Жақсы. Жалпы енді жаңада айтып жатсыз ғой, белгілі бір аксиома жоқ деп, жалпы сіз мысалы ән шығарасыз, өлең шығарасыз, болмаса әнді тыңдап отырып өлең шығару деген секілді. Енді қанша дегенмен де енді әннің болсын жалпы өзіңіздің жазған өлеңдеріңіздің жұмақтарыңызда қаншалықты ұйқасқа мән бересіз? Меніңше кейде бір сезімді жеткізуге келген кезде кейбір ақындардың жаңағы өлеңдері ұйқасқа онша мән бермейді, түпкі мағынасына деген сияқты. Сізде қалай? Енді өлеңді тек қана ұйқаспен жазу деген түсініктен өтіп кеткен шығар қазақ әдебиеті. Себебі бізге ақ өлең деген стиль келді. Біз кешегі күнге дейін қара өлең стилімен келдік. Онда міндетті түрде ұйқас болады, және ұйқастың түрлері болады деген өлең техникалар болады. Енді өлеңді техникамен жазатындар үшін ол шартты дүние шығар. Мен өлең техникамен үйренген жоқпын. Бағынбайсыз бұл техникаға? Мен ол дүниеге бағынбаймын. Ал сол ойды сыйдыру үшін егер сізге сөз жеткіліксіз болып жатса, білмеймін. Ал әлемдегі ең көркем бай тіл ол қазақ тілі ғой енді. Ол сол ең бай тілмен сен өзің сезімдеріңді жеткізе алмай жатсаң, онда кешіріп қойыңыз. Онда өзіңізден іздеу керек шығар кінәні. Енді сұхбатымызды қорытындылайық. Жалпы Ақжол ақынның болашақтағы өмірлік миссиясы, алға қойған жоспарлары қандай? Мен көп жоспарсыз өмір сүретін адам. Алдағы уақытқа деген сияқты жаңағыдай ойлар болады, кітабын шығарсам мүмкін осындай болса деген. Бірақ нақты жоспар қылып жазбайсыз. Кеш берсем деген сияқты, бірақ жоспарламаймын. Уақытпен санаспаймын, көп нәрсе жоспарламаймын. Бір рамкадағы өмірге, жалпы еркіндіктің адамсыз. Рамкадағы өмірге үйренбегенмін. Мен енді еркіндік дегеннің де өлшемі бар, шексіздік дегеннің де өлшемі бар. Сол өлшемнің ішінде өмір сүремін. Бүгін бір әдемі, сондай әсерлі мазмұнды сұхбат болды деп ойлаймын. Азамат, студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жалпы шығармашылығыңыз шыңдала берсін. Аман сау болыңыз. Жүлдеңіз тағы да құтты болсын.